Армысыздар, өзін-өзі тану пәні баланы рухани байытудың бірден бір көзі. Өскелең ұрпаққа қоршаған ортадан бастап отанды сыйлайтындай дұрыс тәрбие бере білуіміз керек. Ал тәрбиенің түп тамыры рухани адамгершілік құндылықтарда жатыр, дейді өзін-өзі тану пән бірлестігінің салтанатты онлайн жиынында бас қосқан ұстаздар қауымы. Zoom платформасы арқылы өткен онлайн мерекелік іс-шара Құрманғазы атамыздың балбырауын күйімен ашылды. Сондай-ақ мерекелік іс-шарада сүйіспеншілік сіз бен біз тақырыбында бейнебаян көрсетілді. Салтанатты кеште бастауыш сынып оқушылары алтын жүректі анамыз тақырыбында арнау өлеңдерін оқыды. Мерекелік іс-шара 8-ші Ж сынып оқушысы Абат Қажмұқан мен анасының орындауындағы ана туралы жыр әнімен жалғасты. Өзін-өзі тану, махаббат пен шығармашылық педагогикасы атты мерекелік іс-шара 4-ші Ж сынып оқушысы Ескермес Бауыржанның алғыс өлеңімен аяқталды. Күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін арақтаңда, біз ұйықтап кеткен. Өзін-өзі тану, махаббат пен шығармашылық педагогикасы 3-ші ақпан мен 12-ші ақпан аралығында номері 20-ші орта мектеп мемлекеттік коммуналдық мекемесінде өз жалғасын табады.